Баршаңызға сәлем қыздар, менің асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен 5 минутта бәліш дайындауды көрсететін боламын. Ол үшін ыдысымызға 11 ас қасық ұнымызды електен өткізіп саламыз, 2 ас қасық какао саламыз, 2 шай қасық разрыхитель саламыз, және шай қасықтың ұшымен тұз саламыз. 6 ас қасық шекерімізді саламыз. Бір қалыпқа түскенше жақсылап араластырамыз. Бұл бәлішімізге ешқандай да жұмыртқа қосылмайды, жұмсақ әрі тез піседі. Енді жарты стакан сұйық майымызды құямыз. Үстіне 300 мг жылы суымызды құйып, қамырымызды жақсылап араластыратын боламыз. Және де бұл бәлішімізді қысқа толқынды пеште пісіретін боламыз. Менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңыздар, лайк басыңыздар, және де комментарий жазыңыздар. Дайын болған массаны формаға пергамент қағазын салып, текстеп құйып шығамыз. Бәлішімізді қысқа толқынды пешке 7 минутқа пісіріп аламыз. Енді бәлішімізді ыдысымызға салып, үстін өз қалауымызша сәндеуімізге болады. Крем жағып сәндесеңіздер де болады. Мен шаймен ішкенге бетіне сахарный пудра септім. Өте жұмсақ әрі дәмді пирогымыз дайын. Бәлішімізді суыған соң кесетін боламыз. Қазір ішін көреміз, қалай піскенін. Арасы үгітіліп, жұп-жұмсақ пирогымыз дайын болды.